Баршаңызды елбасының және президенттің атынан осы тәуелсіздіктің 30 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Павлодар облысы егемен еліміздің қалыптасуына, өз өркендеуіне, дамуына елеулі үлес қосып келе жатқан ірі орталық және индустриялық аймақ. Тұңғыш президентіміздің алдымен экономика, одан кейін саясат деген дана, көреген, салиқалы саясаттың арқасында біз барлық қиындықтардан аман есен шығып, бір биіктен бір биікке жеттік. Для любого государства суверенитет – это главная ценность. Это великое достояние, которое каждый народ свято бережет. И тот путь, который мы прошли вместе с вами за эти 30 лет, это яркий путь созидания и масштабных преобразований. Ты самой судьбой мечты столицы, земли моей волшебной страницы. Тұңғыш президентіміз елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың алдымен экономика, сосын саясат қағидасының арқасында Павлодар облысында және еліміздің басқа да өңірлері ішкі сыртқы экономикалық байланыстарды жоғары деңгейде орнатып, бірегей өнімдерді шығаруда. Елбасы іске қосқан индустрияландыру бағдарламасы аясында Павлодарда өңірінде 108 кәсіпорын ашылды. Достижение независимости Казахстана являются созданы в регионе кластеры, такие как металлургический, нефтехимический и кластер железнодорожного машиностроения. Область сейчас лидирует по темпам роста выпуска сельскохозяйственной продукции. Кеншілермен энергетиктердің шаһары Екібастұз қаласында тәуелсіздігіміздің басты нышандарының бірі мемлекеттік тілдің қолданылу аясын кеңейту жолында еңбек етіп келемін. Үкімет тарапынан Екібастұз қаласына жеке көңіл бөлінуде. Жақында ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Екібастұз қаласына келіп, келелі жиын үстінде келешегімізді айқындайтын жоспарды талқылап сөз еткен болатын. Тәуелсіздік мерекесі мықты болсын, еліміздің келекесі, тату-тәтті боп халқымыз әрқашан кетпесін туған жердің берекесі. Тәуелсіздіктің 30 жылдығы құтты болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.